Адам күнә істесе, ол байқала ма, байқалмай ма адамның үстінен? Байқалмайды. Себебі біз бәріміз бірдей болып кеткенімізде байқалмайды содан кейін. Негізінде байқалады. Біздің ғалымдар айтады, не істейді? Байқалады негізінде. Мен бір ағам бар еді, бетін қарай кетті ғой десең айтатын еді, мен жүрегім деген нәрсе бетіме шығып жүр ғой деп. Негізінде не істейді? Байқалады. Бірақ сіз бен біз оған етіміз үйреніп кеткендік не істейді? Лас нәрсенің ішінде жүре берсең, бәрі дүние не екен деп ойлайсың? Лас екен деп ойлайсың. Дүниенің бәрі не екен деп ойлайсың? Сондай екен деп ойлайсың. Біздің ғалымдарына бір құрбақаның әңгімесін келтіреді. Бір-екі құрбақа болып, бір құрбақа құдықтың ішінде өмір сүрген екен. Өмірі құдықтың ішінде не қылмаған? Шықпаған. Екінші бір құрбақа сырттан келіп түскен құдыққа. Көлден келген құрбақа. Сонымен анау құдықтың ішінен ары жүзеді, бері жүзеді, сырттан келген. Құдық не емес? Үлкен емес, құса болып айтады екен. Қайран, көлім ай. Не деген кеңет. Мына жер не деген тар деп. Анау іштегі нені көрмеген? Ешқашан сыртты көрмеген. Айтады, сенің көл дегенің сонда менің мына құдығым жартысындай ма деп. Қандай ол үлкен деген нәрсе? Түсіндіңіз ба? Әлгі адам өзі неге үйреніп кеткеннен кейін, әлгі лас нәрсеге үйреніп кеткеннен кейін, таза деген нәрсені ұғуы не болады? Өте қиындау болады. Түсіндіңіз ба? Мысалы, біздің ағаларымызға арақ ішпе деп айтсаң не дейді? Қойшы елдің бәрі ішіп жүр ғой дейді. Ода тұрған не бар екен? Бір-екі стакан тартса не болады? Мен мас болып ішпеймін. Ішпеймін. Денсаулыққа пайдалы деп айтады да медиктер, бір-екі стакан ішсең. Себебі оған түсіндіре алмайсың сен. Себебі ол нені көрмеген? Таза деген нәрсені ұғып көрмеген. Таза деген нәрсені ұғып көрмеген. Мынандай бір риуаятымыз бар. Хабиб Абу Мухаммед деген кісі болған екен. Бұл кісі дирхам бар ғой, дирхам. Дирхамнан аздап не істе деген? Жи деген аздап. Кейбір нәрселерді дирхамдарды араластырып, анау күміс қой, ол тартылады, өлшенетін нәрселер ғой. Соны кейбір не істе деген? Аз-маз кейбір нәрселерді бүлдіре деген. Сөйтіп бір күні ойнап жүрген балалардың тұсынан өтіпті. Ойнап жүрген балалардың тұсынан өткен. Сол кезде әлгі балалар бір-біріне қарап айтады дейді. Өсім жеп келе жатқан кісі келе жатыр, былай тұрыңдар деп. Әлгі кісі басын салбыратып айтқан деген еді: Раббым, сен менің балалардың алдында сырымды төктің ғой. Сырымды аштың ғой. Деп түгел қайтадан кері қайтып, әлі нәрсенің барлығын түгел садақа етіп жүрген екен дейді. Сөйтіп сол күннен бастап құлшылыққа кіріскен. Арада біраз уақыт өткен, сонымен әлгі балалардың тұсынан тағы өткен дейді. Сол кезде әлгі балалар айтқан дейді: үндемеңдер, тақуа Хабиб келе жатыр деп айтқан екен. Сондықтан ол не қылған екен? Жылаған екен әлгі Хабиб. Сөйтіп былай айтқан екен: Раббым, сен бірде адамды қор етесің, бірде мені мәртебемді көтересің. Барлығы сенің неңде? Барлығы сенің қолыңда. Бір күні біреуді түсіресің, бір күні біреуді не істейсің? Көтересің біреудің мәртебесін. Демек, адам күнә істеп жүрсе, ол білінеді. Міндетті түрде. Қандай да бір күнә жасасаңыз, міндетті түрде ол сіздің бойыңыздан көрінеді. Сол үшін пәре жеп жүрген адамның бетінің кішкентай екенін көрдіңіз бе? Беті үлкен болады. Жылтырап тұрады беті. Мысал деймін да. Көрініп тұрады. Бір қарағаннан айтасың: мынау талайды құртқан адам ғой деп. Түсіндіңіз бе? Ол Алла оны шығарады. Міндетті түрде оның бетінен не істейді? Шығарады, міндетті түрде. Ал егер тақуалық жасасаң ше, оны да жүзіңе шығарады. Оны да сенің жүзіңе не істейді? Шығарады. Мысалы, кейбір әжелеріміз бар, ақсақалдарымыз бар, әдемі, жүзі нұрлы болады. Мысалы,
Шымкентте медреседе оқып жүрген кезде біздің медресенің жанында орыс кемпірлер тұратын. Орыс кемпірлер, орыс кемпірлердің бет-аузы не болады? Мыж-мыж, өзінен өзі ашуланып, елдің бәрін ұрсып жүреді. Қолында мысығы бар, иті бар. Сен біздің әжелерімізге қара. Әжелеріміз 5-6 немересін сүйреп, көрдің ба? Адамда не болады бәрібір. Иман деген нәрсе, тақуалық деген нәрсе адамды бәрібір не істейді? Оны Алла жүзіне береді оны. Түріне қарап не дейсің? Бір көріп өткен не дейсің? Мынау жақсы адам деп айтасың. Сол үшін қазақ не дейді? Түсі игіден түңілме дейді. Мысалы, бір мәжіліске кірсе, алдыңда жақсы адам кездессе не дейсің? Жақсы адам жанына келген екен ғой деп шаруаң не істей бересің? Айта бересің. Мысалы, сіз милицияға, ДВД-ға кіргенде жүрегіңіз бір жылый ма? Кіріп келген кезде не істейсің? Анау өзінің несі бар ананың? Салқындығы бар. Ана бір-екеуімен кездескеннен кейін өзіңде не істейсің? Қойып мына жерден ертерек шығайын да қайтайын. Түрмеде сондай. Түрмеге барып мен ләззат алып келмеген адам көрдің бе? Жоқ. Жоқ ол нәрсе. Оның ішінде отырып жүрегің не істеп кетеді? Қысылып кетеді. Сондықтан Алла қандай да бір күнә жасасаңыз да оны не қылады? Өзінің жаратылысынан білдіріп қояды. Жоқ әлде сіз жақсы бір нәрсе жасап жүрсеңіз, Алла да оны не қылады? Жаратылысына білдіріп қояды екен. Бұған қатысты тағы да мынандай бір риуаятымыз бар екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтқан екен. Құл қандай да бір нәрсені жасырса, Алла тағала жасырып істесе, Алла тағала міндетті түрде оны көрсететін киімін кигізіп қояды деп айтқан екен. Сөзім түсінікті ме? Құл бір істі не істейді? Жасырып істейді. Алла соны көрсетеді. Яғни жақсы болса, Алла оны не көрсетеді? Жақсы етіп көрсетеді. Жаман болса, Алла тағала оны не көрсетеді? Жаман етіп көрсетеді. Қандай да бір риуаятымыз бар. Абдулла ибн Масуд былай деп айтқан екен, Абу Дарда екеуі. Сендердің араларындағы әрбір кісі өзі байқамастан мұсылмандардың жүрегінің лағнетіне ілінбесін деп. Содан қорқсын деп айтқан екен. Өзі байқамастан мұсылмандардың жүрегінің несіне ілініп жүр? Лағнетіне ілініп жүр. Оны өзі не қылмайды? Байқамайды. Бұл қалай болады? Қалай болады? Бұл адам сырт көзге жақсы адам болып көрініп, Алла оңаша қалғанда күнә істейтін адам. Ондай адам сырт көзге қанша тақуа болып көрінгенмен, адамдар оны қабыл етпейді. Адамдар оны оңайшылықпен істемейді, қабыл етпейді. Бұл осылай болатын нәрсе.